Бұл менің әкем болып шықты. Оны мен жақсы таныдым. Осыдан 3 ай бұрынғы оқиғаны айтып берейін. Әкеміз екеуміз теледидар алдында сериал көріп отырғанбыз. Кенет біздің есікті біреу қатты қаға түсті. Біз барып есікті ашсақ, бұл анам екен. Ол бір жерден қашып, қорқып келе жатқандай көрінді. Не болды саған? Менің артымнан 2 біртүрлі адам қуып келе жатыр. Біреуінің үсті түгелдей қан-қан, ал біреуінің беті қорқынышты. Фильмдегідей ғой, өте үрейлі. Уайымдама, полиция шақырайыншы ме? Мүмкін бұлар пранк жасаушылар болар. Қазір олар ақылға қонымсыз нәрселер істейтін болған ғой қазір. Осылай сөйлесіп тұрсақ, даладан көліктің соғылған дыбысы шықты. Бәріміз тез терезеге барып қарадық. Көлік апаты тіп-тіке жерде орын алды. Бұл енді өте қызық екен. Далада жаман нәрсе точно орын алып жатыр. Бірдеңе болып жатыр точно. Солай алдағы 2 күнде біз мүлдем далаға шықпадық. Және осы 2 күнде жаңалықтардан сұмдық ақпараттарды естіп отырдық. Адамдар бір-біріне шабуыл жасап, бір-бірін тістеп жатыр екен. Және бұл ауру Қытайдан келген анықталды, деп жаңалықтардан айтып жатырды. Мемлекет халыққа далаға шықпауларын өтінгенімен, азық-түлік таусылғаннан кейін халық өздері далаға шығып кетті. Және біздің көршілеріміз далаға шыққаннан кейін көбісі қайта оралмады. Егерде бұлар сені тістеп немесе қолын тигізетін болса, онда сен де тірі өлікке айналады екенсің. Кешкісін Малдыбек көкем келді. Әкем екеуі бірдеңе туралы сөйлесіп, талқыласып, бір жаққа шығып кетті. Және 2 сағаттан кейін қайта келді. Сөйтсем 4-5 коробка тамағы келген екен. Арада бір апта өткеннен кейін бүкіл қалада свет те, су да өшіп қалды. Бір күні Малдыбек көкем тағы тамағы келейін деп шығып кетіп еді, қайта оралмады. Солай әкем көкемді іздеуге кететін болды. Ал жақсы, мен тез келем. Егер 2 сағаттан астам уақыт бойы келмей жатырсам, онда айтпай қойыншы. Үй қаңырап бос қалды. Сол күннен кейін 2 күн өтті. Әкем болса әлі келмеді. 2 сағат деп еді, 2 күн өтіп кетті. Бізді негізі әскери адамдар алып кету керек еді. Бірақ жоқ, олар қара халықтың артынан келмеді. Мүмкін әскери адамдар мүлдем жоқ болғанда шығар, олар уже өлген болар да. Анам күні-түні жылайтын болды, бірақ маған білдірмейтін. Солай осылай жүріп арада тағы 5 күн өтті. Және де анам менің төсек тартып жатып қалды. Ол ауырып қалды десем де болады. Бірақ қандай ауру жұқтырғанын әлі де білмей тұрмыз. Ол қандай ауру жұқтырды? Ол тірі өлікке айналатын ауру жұқтырды ма, әлде жай ғана тұмауратып қалды ма? Оны мен білмеймін. Өзі де білмейді, өзі де маған айтқан жоқ қатты. Анам мүлден орнынан тұрған жоқ. Ол жата берді. Мүлдем тамақта ештеңе де жеген жоқ. Оның түрі өзгеріп бара жатқанын мен байқадым. Және де соңында анам маған айтты: балам, болды, мен тірі өлікке айналатын ауру жұқтырдым. Егерде мен осы жерде жата беретін болсам, саған бір зиян тигіземін деп ойлаймын, сондықтан да маған кету керек. Мен бұл нәрсені қатты қабылдамасам да, ертесі күні ұйқымнан тұрсам, анам орнынан тұрып кетіп қалыпты. Ол қалай тұрып, қалай жүріп кетіп қалғанын мен түсінбедім. Негізі ол мүлдем тұра алмайтын еді ғой. Осылай мен не істерімді білмей, даладан қалай атып шыққанымды білмей қалдым. Мен далаға шығып, анамды шақыра кеттім. Анам, қайдасың, ана? Қайдасың, ана?
мына жақтан адам жоқ па мына жақта? Қашу керек маған, тез қашу керек. Солай мен үйге кіріп кеттім және де жылай түстім. Жылардан басқа мен не істеймін? Дым істей алмаймын. Бірінші мен көкемнен айырылдым, сосын әкемнен, ал содан кейін ең соңғысы анамнан айырылдым. Бәрі де өте жаман болады деп кім ойлаған? Және де ең қорқыныштысы, ең үрейлі нәрсе бұл мына әкем осы уақыттан бері біздің қасымызда болған екен ғой. Ол тек қана төменде болған және де тірі өлікке айналып жүрген екен. Бүгін Пістөгілдің жұмысынан демалысқа шығып, уақытының бәрін өз үйінде өткізуді шешеді. Солай үйіне барып, жатып алып теледидар қарап жатыр еді. Кенеттен құрбысы қоңырау шалды. Сәлем, қалайсың? Мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Сенің көмегің керек болып тұр. Мен білем, сенде бүгін демалыс екен, бірақ басқа амал болмай тұр, енді ренжімеші. Қысқасы маған айтты, менің анам ауырып жатыр. Ол мен өзім қарайын десем, менде жұмыс болып тұр. Бір күнге қасында бола тұрасың ба? Өтінемін деп өтініш сұрады менен. Әрине Пістөгіл болса, мен үйде бос жатқанша не істеймін? Одан да құрбыма көмектесіп қайтайын деп бірден келісе кетті. Құрбысы не істеу керек екенін бәрін түсіндіреді де жұмысқа кетіп қалады. Солай Пістөгіл осында үлкен үйде жалғыз өзі бір кемпірмен қалды. Негізі көп ештеңе істеудің қажеті жоқ. Тек кемпірді уақытында тамақтандырып, түнде орнына жатқызу керек. Бірақ бәрі Пістөгіл ойлағандай болмай шықты. Кемпір кәдімгідей ауру секілді. Ол толықтай бұның басым ми жасамай ма бірдеңе сияқты походу. Ол тамақты жемей керісінше ыдысты сындырып тастады. Әрине бұдан кейін Пістөгіл ашуланып, оны жай ғана апарып төсегіне жатқызады. Кемпірдің бөлмесінде арнайы қоңырау бар. Егер де кемпірге бір нәрсе қажет болатын болса, ол қоңырауды басып адамды шақырады. Солай Пістөгіл енді орнына жатып отыр еді, қоңырау соға бастады. Бөлмеге кіріп, не керек деп еді, кемпір үндеместен Пістөгілге ала көзімен қарап жатырды. Пістөгіл үннен басшысы, мен кім екен ғой, мен шақырмай ақ қойшы, мен келесте деп ішінен айтады ғой енді. Осылай бірнеше рет орын алды. Әрине осыдан кейін Пістөгілдің ығыры шығып кетіп, қоңырауларға жай ғана назар аудармай мән бермей жата берді. Қоңырау соғыла берді. Бір кезде тоқтап қалды. Ақыры ұйықтады ма, жақсы болды. Сөйтіп Пістөгілді ұйқыға кетті. Содан кейін ол қоңырауды дәл өз төсегінің қасынан естіді. Сен не саңыраусың ба? Мен сені шақырып тұрмын, сен сонда саңыраусың ба? Саған айтам. Кемпір оған қарап тұрып, қолына жапса кетті. Пістөгіл қатты ауырғанынан айқайлап жіберді. Осы кезде құрбысы да үйге кірді. Олай Пістөгіл қатты шошып кетіп, заттарын жинайды да үйіне кетіп қалады. Үйге келіп ол бірден суға түсуді шешті. Бұның бәрі жай ғана түс қой. Ол кемпір тіпті орнынан тұра алмайды. Бәрі де жақсы. Мен тек қатты қорқып кеткенмін, о да